Баршаға сәлем. Алдыларыңызда доктор Темірбаева бала дәрігері. Бүгінгі тақырып жұқпалы аурулардың бірі қызылша. Яғни қызылша ауал тамшылы жолмен жұғатын балалар арасындағы жұқпалы аурудың бірі болып табылады. Негізгі ағымы үш кезеңнен тұрады. Яғни катаральды ағым, бөртпе кезеңі және дақты кезеңі болып бөлінеді. Катаральды ағымда бала как тұма ауратқан сияқты жөтел, мұрнынан су ағу, конъюнктивит сияқты басталады. Ал бөртпе кезеңінде балада бір күн, екі күннің ішінде денесінде, бүкіл денесінде бастан аяқ бөртпе шығады. Ал дақты кезеңі ол бір апта, бір жарым аптаға дейін сол бөртпенің дақтарының қалу уақытысы. Клиникасына келетін болсақ, балаларда 38 градусқа дейін температура болады, үлкен температурада болуы мүмкін, одан да жоғары болуы мүмкін. Және бұл қызылшаның бірден бір белгісі, яғни бұлда конъюнктивит болады. Көздің жас ауруынан бастап балада көздің қызаруы, қатты қызарып конъюнктивиттің басталып кетуі бұның ең бірінші белгісі. Тағы бірден бір белгісі бұл филатов тағы дегенімізді, оны біз баланың ауыз қуысынан көреміз. Яғни бір жағын ашқан кезде балада азу тісінің қасында үлкен дақтардың пайда болуы. Осы филатов тағы, конъюнктивит, құрғақ жөтел, температураның 38-ге дейін көтерілуі, мұрын бітелуі, осы белгілер қызылшаның негізгі белгілеріне саналады. Аурудың өзінің бейімділігі болады. Әр жастағы бала әртүрлі жұқпалы аурумен ауырады деген сияқты. Яғни қызылшамен 1-ден 4 жасқа дейінгі балалар көбірек ауырады. Сонымен қатар ересектердің ішінде 18 пен 40 жас арасындағы ересектер көбірек ауырады. Қызылшаның емін негізі дәрігерлер тағайындайды. Ол РНК-сы бар вирус болғандықтан оған вирусқа қарсы препараттарды дайындайды. Сонымен қатар симптоматикалық ем, яғни симптоматикалық емге балада постельный режим болу керек, төсекте жату керек бала. Сонымен қатар сол бөлменің влажный уборкасы, желдетуі, бөлменің көздің конъюнктивасын, яғни көз конъюнктивит болғандықтан ол жерде әртүрлі антисептикалық фурацилин ерітінділерімен, хлоргексидин ерітінділерімен көздің қуыстарын жуу болып табылады. Сонымен қатар еміне витаминдер жатады. Витаминдер, полноценное питание дейді ғой, толыққанды тамақтандыру баланы. Сонымен қатар суды көбірек ішу, жидкостьті көбірек беруіміз керек. Сонымен қатар витаминотерапия, яғни полноценное питание, яғни толыққанды тамақтандыру, сұйықтықты көбірек ішу, яғни бөртпе организмнен тезірек вирустың шығып кетуіне жағдай жасау үшін біз балаға көбірек суды беруіміз керек. Бұл аурудың қызылшаның алдын алу үшін біз иммунизацияға кіргіземіз. Иммунизация дегеніміз ол екпені алу уақытында, яғни 1 жасындағы қызылшаның екпесін алу, сонымен қатар күзде көктемде балаға витаминдер беру, сонымен қатар баланы спортпен шұғылдандыру керек.